Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ескерткіштер өткені мен бүгіні жобасы аясында кезекті саны сіздерге ұсынады. Бүгінгі саны Абай Құнанбаевтың ескерткішіне арналады. Абай мұрасы халық ұлағатты атты әдеби бойлингке қош келдіңіздер. Абайдың әжесінің аты кім? Зере. Абайдың анасының аты кім? Ұлжан. Тамаша, тамаша. Абай қай жылдары өмір сүрді? Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызы және 1904 жылы 6 шілдеде өмір сүрді. Тоқта, Абай жолы романының авторы кім? Мұхтар Әуезов. Тамаша. Абайдың руы қандай? Абайдың руы қандай? Қай жүзден шыққан, иә? Орта жүз, арғын, топты. Тамаша. Ал енді бүгін біз Абай атамыздың өлеңін айтайық. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өлең сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Құлаққа кіріп бойда бар жақсы ән мен татты күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ бардың ертегін термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жазым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тапсырық бас талап тұғар, көкірегінің көзі ашық сергек үшін. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге, артық ғылым кітапта, ерінбей оны білуге. Көзімнің қарасы, өмірімнің санасы, біргейді іштегі ғашықтың жарасы, біргейді іштегі ғашықтың жарасы. Жас үлкен ағасы бар деме сенде бір адамның баласы, бар деме сенде бір адамның баласы. Өзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар деме сенде бір адамның баласы, бар